Саламатсыздар ма? Сіздерге заказ берген тауарды, яғни Каспий Голд арқылы төленіп сатып алынған тауарды 16.8-ден қалай возврат жасаймыз, соны көрсетеміз сіздерге қазір. Мына сатып алған тауарымыз осы жерде тұр. Қазір соны возврат жасап, тауардың ақшасын картаға қайтадан қайтарып алатын боламыз. Бұған дейін енді 16.8 сайтында ондай видеолар жоқ еді. Яғни бұған дейін картамен төленген жоқ еді. Қазір пайда болды сол. Енді сол картадан төленген ақшаны қалай қайтарамыз. Бұған дейін жаңағы Alipay арқылы төленіп, возврат жасалған ақша Alipay'дің балансына түсетін еді. Қазір енді сол картаға қалай түсетінін көрсетемін. Қалай болатынын бәрі процесс көрсетемін. Видеоға міндетті түрде лайк басып қойыңыздар. Арнаға тіркеліп қойыңыздар, егер арнаға тіркелмеген болсаңыздар. Ал енді бастайық. Мына жерде мен сатып алған тауарым тұр. Осыны басамын. Не осы сатып алған тауарды қазір возврат жасаймыз. Возврат қалай жасаймыз? Мына жерде мынандай кнопка тұрады. Осыны басамыз. Бізде мына жерде возврат деген жазу тұр. Осыны басамыз. Қазір күте тұрыңыздар, кішкене ойланып жатыр. Міне уже возврат жасайсыз ба деп тұр. Мына жерде возврат деген басамыз. Возврат деп басамыз. Болды. Автомат түрде возврат кетті. Енді бұл возвраттың ақшасы 35 юан деп тұр ғой. Қашан, қанша уақытта түсетінін қазір көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Міндетті түрде осы видеоның соңына қарай бәрін айтатын боламын. Возврат жасалғаннан кейін, возврат жасалған товар, мына возврат жасалғандардың қатарында тұру керек негізі. Қазір мына жерді басамыз. Басқаннан кейін қазір жерден шығу керек. Міне возврат жасаған товарымыз, мына возврат деген ішіне тұру керек негізі. Қазір осыған кіреміз. Міне осыған кірген кезде сіздің Alipay арқылы картамен төлем жасағандар сол товарларыңыздың возвраттары тұрады жерде. Историяда бұл жер. Қараңыздар, міне мынаны Alipayмен төледім да, Alipayге ақшасы юань сразу түсті возврат жасағаннан кейін. Ал мынау жаңағы картамен төленген, Каспий Голдпен төленген товар. Бұнда возврат жасадық, бірақ әлі бұл түскен жоқ. Қазір толықтай ақпаратты алайық, осыған кірейік. Қазір күте тұрамыз. Міне, осындай ақпараттар шықты. Бізге қазір енді мынаны басамыз. Міне бізде возврат жасалған уақыты 10 ай 4 число күні. Мына жерде міне обработка жасалды. Яғни обработка жасалған уақыты. Мына жерде міне 1 күн мен 14 күн аралығында сол картаға келіп түседі дейді. Енді күтеміз енді. 16.8-ден Каспий арқылы төлеген товардың возвраттың ақшасы 2 күннің ішінде түсті. Яғни біз 4 күні возврат жасаған болсақ, бүгін 6-сы күні, 6 октябрь күні уже біздің Каспий балансқа сол возврат жасаған товардың ақшасы келіп түсті. Яғни біз сол кезде доллармен төледік, енді бізге доллар ретінде қайтты ақша. 5.21 цент алынған еді, сол отмена болып 5.21 болып қайтадан түсті. Яғни комиссиясымен бірге түсті. Яғни 3% комиссия ұстады ғой, сол комиссиямен бірге бізге қайтып түсті ақшасы. Енді Каспий Голдпен солай егер возврат жасау керек болса, уайымдамай осы видеоға қарап возврат жасай берсеңіздер болады. Ақшасы түседі комиссиясымен бірге. Видеоға лайк басыңыздар. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Достарыңызбен осы видеоны бөлісіңіздер. Сұрақтар болса комментария жазыңыздар. Солай достар, сау болыңыздар, аман болыңыздар.